Ауылға келдім. 18 сағат автобустан шаршап, күні бойы ұйықтап, келушіге қарай тамаққа кірістім. Сарайда міне біз летний кухняны сарай деп атаймыз. Келесі күні уже кілем жууға кірістік. 2 күнде 5 кілем жуып тастадым. Содан менен бір тренд. Сыртқы жұмыстарын барлығын жасап шықтым. Коридорға, кіреберіс залға, стенін грунтовкалап, шетке обой жапсырып шықтым. Обычный қағаз обойларға қарағанда экологиялық таза, удобно, неровность, тесік барлығын бітеп кетеді. Жылы болады, блеск қостым, түнде жылтырап тұрады. Өте әдемі жасалып шықты. Жасап жатқан кезде қолға да өте жағымды екен. Қысты кухняға досымды алмаппын деп өкініп қалдым. Ол жердікін ауыстырдым. Обычный моющий, флизированный основадағы көк түстен бежевый түске холодильникпен газға под цвет. Былтыр мен андай суперский лак тауып алған болатынмын. Аппақ түсті жаққан кезде прозрачный болып кетеді, қорықпаңыздар. Жууға өте ыңғайлы, киловый сияқты болып кетеді. Кепсе картонға жаққанға. Бір-ақ рет жақсаңыз, одан кейін жуып отырсаңыз болады. Эмульсиямен ақтағанша. Бұрындары біз солай істейтінбіз. Қазір бұл жерде дизайн болғандықтан ауыстырған жоқпыз. Қалған бөлмелерде әйтпесе бізде надежный тартылған. Оларды машинаны резиновый тряпкасымен жусаңыз болады. Ескі арқаға гипсовый кирпич құйып жапсырған болатынмын. Ол жерде де осы лакпен лақтап қойдым. Тюль шторды арасында стиралға салып қойған болатын, барлығын үтіктеп құрыдым. Үйден шыққан кранды жауып, суды тоқтатып, сарайдағы бойлерді аштым. Тоқтарын ажыратып, қайсын қайналғанымды запомнить етіп алдым. Ішіндегі тенді алып құрып жуып қойдым. Сарайдың есігінің ручкасы сынып қалыпты, жаңасын ауыстырдым. Сосын жаңағы сарайдағы бойлерден су тамып тұрған болатын. Тенін шұрпын алуға фигурный насадка келмейді екен, 2 түрлі насадка алып келдім. Магазиннен біреуі келді, сонымен резинасын салып, қайтадан орнына барлығын қосып қойдық. Сонымен күнде үйде бойына жуып шайып болдым. Ада бұршақ жауып кетті. Жақсы погодада істеп алғаным дұрыс болыпты. Насаға жарқап күн күркірегеннен кейін барлық бөлмелерді қараңғылап тастап, өзім сарайда жаттым, дым бітірмей. Одан кейін мамам мен папам жұмыстан келді. Аяқ астынан от жағып, сірнеп пісіргім келді. Бірақ светофор бұрыштар жоқ болып қалды, өкінішке орай. Аккурат салмаймыз, барлығын сатып аламыз. Магазинге бармаған болатынмын. Күндіз жаңбыр болғандықтан. Келесі күні еттерді тартып фарш қылып морозилктерге салып тастадым. Одан кейін үлкен жастықтан мамаға таза оңтың ішкеде жастықтар тігіп, бауырсақ илеп, ол тыңғанша менен бір тренд. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Майды салып қыздырып, мамам от салып отырды. Сонымен бауырсақты пісіріп алдық. Одан кейін сиырларды арт жақтан алып келіп кіргіздік. Келесі күні вишняларды жинап, жуып, банкілерді жуып, булап, компот қайнаттым. Обал болмасын деп, папам суғарып жүр екен. Биыл что-то қышқылдау. И бетіміз шаршаған демалсын деп, маска жасап, Алматыға қайттым.